Салям, салям, тема сегодняшнего урока это қалың қалай, как дела. Итак, қалың қалай, или можно қалайсың, да, как ты, қалайсың. Если вы хотите обратиться к старшим, да, вот қалыңыз қалай, здесь надо добавить окончание қалыңыз қалай, то есть как ваши дела. Вот это слово қалай во многих местах можно использовать. Перед ним ставим нужное слово и говорим қалай. Үй іші қалай, как дома. Әкең қалай, ағаң қалай, отбасың қалай. Или как у тебя на работе, да? Жұмысың қалай, жұмысың қалай. Денсаулық қалай, здоровье. Денсаулық қалай. Если у кого хорошо, то жақсы. Если у кого плохо, то жаман. А неплохо это жаман емес или болады. Как молодежь это говорят, болады. То есть нормально. Пойдет как бы. Болады. Жағдай болады, жаман емес. Или өзіңде қалай. Как у тебя? Өзің қалайсың. Не жаңалық бар? Ну, жаңалық жоқ. Или может, если новости есть, ну, жаңалық. Бүгін менің туған күнім. И так далее.